Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бауырдан жасалатын өте дәмді салат жасаймыз. Пиязымызды және сәбізімізді алдын ала дайындап аламыз. Пиязымызды 2-ге немесе 4-ке бөліп турап аламыз. Сәбізімізді үлкен үккіштен немесе корейский салатқа арналған теркадан өткізіп дайындап аламыз. Енді қызып тұрған майға алдымен пиязымызды салып қуырамыз. Пиязымызды 2-3 минут қуырғаннан кейін үстіне сәбізімізді салып, екеуін жақсылап тұрып, жұмсарғанша қуырамыз. Жақсылап араластыра отырып, сәбізіміз жұмсарғанша қуырып шығамыз. Енді қалған ингредиенттерді дайындаймыз. Алдын ала біздің бауырымызды суға 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Тұзды ең соңынан қосуға тырысыңыздар, әйтпесе бауыр қатты болып қалады. Бауырымызды және де тұздалған қиярымызды барлығын соломка қып тураймыз. Одан кейін барлық ингредиенттерді біріктіреміз де дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды қосамыз да. Ас қасықпен 3 немесе 4 қасық майонезімізді салып, салатымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді, керемет салат болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін баса жүріңіздер, алда әлі талай қызық рецепттер болады.